Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін үйде бар заттармен дайындалатын және дәмі тіл үйіретін печеньелер дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге ең алдымен ұн, қаймақ, май, қамыр қопсытқыш, тұз және де осындай вареная сгущенка керек болады. Ең бірінші таза құрғақ ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Оның үстіне тоңазытқыштан шыққан қатты сары майымызды алып үккіштен өткіземіз. Үккіштен өткізіп болғаннан кейін осы май мен ұнды қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін описаниеде мөлшері бар тұз бен қамыр қопсытқышты салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді дәл осы ыдысымызға қаймағымызды салып, әуелі ас қасықпен араластырамыз, одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, тоңазытқышқа 30-40 минутқа салып қоямыз. Осы уақыт өткеннен кейін қамырымызды алып, оны 2 бөлікке бөліп аламыз және де әр бөлігін оқтаудың көмегімен дөңгелек етіп жаямыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін осылай 8 тең бөлікке бөлеміз де әр бөлікке жарты шай қасықтың көлемінде вареная сгущенка салып шығамыз. Вареная сгущенканың осындай қою болғаны жақсы, сұйық болса пісіп жатқан кезде сыртына шығып ағып кетуі мүмкін. Осылай салып болғаннан кейін видеода көрсетілгендей жан жақтарын дұрыстап бекітіп, жабыстырып, дұрыстап орайтын боламыз. Пешке салған кезде ағып кетпеу үшін осылай екі жағын жақсылап бекітеміз. Мінекей, енді дайын болған печеньелерімізді пеште 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Міне, бізде печеньелеріміз дайын. Бетіне сахарная пудра сеуіп, әсемдеп қойсаңыздар болады. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Сіздерге видео ұнаған болса, пайдалы болған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.